Бүгін әдеп кеңесінің 2020 жылдағы алғашқы отырысы өтті. 5 мәселе қаралды. Бәрі негізінен профилактикаға бағытталған. Отырыста мемлекеттік қызметшілер тарапынан орын алып отырған кемшіліктердің азаймай отырған айтылды. Сыннан қорытынды шығарып жатқандар да бар, селт етпей отырғандар да бар деді кеңес төрағасы. Бейқам басшыларға шара көрілетіні айтылды. Күн тәртібінде бірнеше өзекті мәселелер қаралды. Жер пайдалану мәселелері, білім саласының сапасын тексеру мәселелері, сосын облыс әкімдігінің әдеп жөніндегі уәкілінің есебін тыңдадық, және Қазалы ауданының Арықбалық ауылы әкімінің тәртіптік мәселесі тыңдалды. Негізі күн тәртібінде мәселелер негізінен мемлекет қызметшілердің әдеп жөніндегі кодексінің сақталу тәртібіне байланысты мәселелер қозғалды, өте өзекті мәселелер болды. Оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік органдардың автотранспортты тиімді пайдалану, ресурс пайдаланбау, және сыйақы алу мәселелері, жұмыстың уақытында, келіп уақытында қайтару мәселелері, және оған есептегіш құралдарын орнату, скуттарды орнату мәселелері жөнінде үлкен мәселелер қаралды. Осыған байланысты кеңес мүшелерімен талқылау жұмыстары өтті.